Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде құрт көрсеңіз қалай жорлады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсіңізде ақ түсті құрт көрсеңіз жақсылыққа емес. Бұл түс өміріңізде талай өкінішті және қапалы күндердің болатынын білдіреді. Әдетте ол аурудың меңзегендіктен өз денсаулығыңызға көңіл бөлгеніңіз жөн. Бәлкім сіз ойламаған дертке шалдыққан шығарсыз. Сол сіздің жаныңызды жегідей жейді. Және ақ құрт жұмыстағы келеңсіздіктер мен кедергілерді де білдіреді. Түсіңізде құрт көру кішігірім келеңсіздіктердің белгісі. Сізге қарсы бағытталған арам істерден көңіліңіз түседі. Бірақ олар сізге еш жамандық істей алмайды. Балық аулау үшін қолдансаңыз, бұл түс жақсы мәнге ие. Сіз тапқырлығыңыздың арқасында өз қателіктеріңізден үйреніп, одан пайда шығаруға үйренесіз. Тамақтағы құрт біреу сізге қызғанышпен тұзақ құрып жүр. Ол сізді және жұмысыңызды сынауда. Жердегі құрт құнарлы жылды, мол астықты, малдың көбеюін, бай жылды білдіреді. Өзіңізде құртты өлтіргеніңізді көру, бойыңызда бар арам қасиеттерді тиіп, ізгі құндылықтарға ұмтыласыз. Әйел адам түсінде арқасында құрттардың жорғалағанын көрсе, ақшаға қарай ұмтылады. Достар, бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.